Саламатсыз ба? Алматыдан аты артып келдіңіз. Сіз мына менімен бірге еріп келіншек танисыз ба? Танимын. Кім ол? Менде малшы болып жұмыс істеді. Жұмыстарыңыз кетіп қалды, аяқ астынан малыңызды тастап, сізге айтпай қашып кетті. Сіз енді оларды іздеген жоқсыз ба? Мен іздейтін мұны күйеуін телефонды звондасам көтермейді. Аша алмайды телефонды. Әйелді күйеу алдында кетіп қалды, әйелін ше? Әйелінде телефон жоқ қой. Ал сіз әйелі 4 баламен жолда бір жаққа аман есен жетті ма, бір нәрсеге ұшырады ма, мүмкін балаларын біреу өзенге ағып кетті ма, үңгірге түсіп кетті ма деп уайымдаған жоқсыз ба? Уайымдағанда мен істемей қай қызбын. Полицияға. Жалаулы жайлауы, малға қолайлы шөп шүйгін. Өкпеңіз, назыңыз бар ма? Маған қарыз болды. Содан күйеу жаңағыдай маған айтты, осындай келген кезде. Не қарыз болды? Маған осындай мен қыстан бері бұны бақып келатырмын ғой. Тамақтары бар. Менің 2 малым жоғалыпты. 3 бас малым жоғалыпты. Қанша ақыға келістіңіз? Айына 70 мың. 70 мыңды сіздер қанша 11 ай істедіңіз ба? 70 мың қолына санап бердіңіз ба? Жоқ, ай сайын продуктысын алып тұрдым. Жыл 12 ай мал бағып табыс табу орнына қарызға белшеден батқан отағасы ебін тауып қалаға қашып кеткен дейді. Сіз жоқ, сіз жақсы адам болатын болсаңыз, қашама, бала шағасымен, байымен қосып қашама. Қандай жағдай жасадыңыз олардың 70 мың теңге алуына, мал бағуына қандай жағдай жасадыңыз? Қандай малдарды бақты? Мал сиырды. Мен почти өсірді, өзім жүріп. Жылқы, сиыр бақты, иә? Ол үшін қандай жағдай болу керек? Қандай жағдай? Қой бағатын ат болу керек, иә? Ат бәрі бар, иә. Ат бәрі берілді деп отыр. Жоқ, маған міне күйеуім қалай кетті, солай міне мына сай-сайды аралап, біз міне анау Кеңсай деген жер бар. 5 кило осыдан өтірік айтпасам бір 5 километр болады ау. Сол жерге шейін міне таңертең сағат 6-да қойды шығарамыз. Байқағаны мал иесі мен малыштың сөздері бір-біріне кері қар. Неге жылап тұрсың? Бұларға қандай? Бұларға бізге ұрса береді. Қорыққан кезде де ұрысқан. Бауырым басынан бір ағырды боқтап. Саматқа жетімдігін пайдаланып тұрсың ба? Жетім қыз, 5 баланың анасы. Ұрысып, сөзен боқтаған дұрыстап жинасыншы деп. Боқтаған сайыстан басынан бір ағырдыңыз. Өтірік айтпаймын, сіз өтірік айтып тұрсыз. Мен ойлаймын, бала ешқашан өтірік айтпайды, егер сіздің сондай мүмкін жаңа қорлығыңызды көргендіктен көзіне жас алып тұр деп ойлаймын. А баланы, кәмелеттік жасқа толмаған баланы. Малшының мекен осы. Аптап ыстықтан пана жалғыз темір вагон. Қалай жартыңыз бар, 5 баланы үстіп жіберіп қой. Жарайды, бұл ер адам. Неге араласпайсыз? Темір вагон 2-ге бөліп қойған, мына жаққа яғни тамақ іштіңіздер. Осы жерде тамағымызды ішіп, тамағымызды жасап, осы жерде тамақ ішеміз, сана жақта жатын бөлмеміз болды. Жаңағы жолдасымыз мына жерде жаңағы 3 баланың 3 ұлымен жаңағы жолдасым жатып жүрді осы жерде. Сіз әйелдерге жаныңыз ашқан жоқ па? Жоқ, неге ашмайды? Мен ашиды. Неге ашиды? Мен күйеуімнің жұмысына араласпаймын міне. Менің мінезі бар. Ал мейлі, 2-3 мал жоғалыпты. Ал 11 ай бойы мына жаңағы қыстың суығында, мынандай аптап ыстықта, мынандай темір вагонда мен 5 минут болды. Міне терім шығып жатыр. Жоқ, бұл вагонда тұрған жоқ. Қыстау бөлек. Жоқ, қыстауын айтып жатқан жоқпын, жаздағын айтып жатырмын, көктемдегіні. Иә, жазда үшілдің бірге бәріміз. Бір қойым өлді. Сонда менің баламнан артық болған ма сенің бір қойың? Міне, баланың көз жасына кім жауап береді? Яғни, сіз мына жерде құжаттарын заңсыз иемдену, 5 жасөспірімнің, 2 үлкен адамның жаңағы жәрдемақысы үкіметтен төленіп отырған картасын заңсыз иемдену. Одан қоса балаларды заңсыз жасөспірім балаларды қара жұмысқа шегіп жұмсадыңыз. Сіз бұларды алған жоқсыз ғой жұмысқа. Бұлардан не шаруаңыз бар? Бұлардан неге қара жұмысқа жұмсайсыз? Және оның ар жағында шылтырап көрініп жатқан жылғалардың жанында бұлақ суы бар. Гүлі мен Мақсаттың отбасы шеттей балалармен ауыз суды дәл сол жақтан тасыған. 250 бастай қой. Сол қойдың басына 1 тиын төлеген жоқ, 1 тиын төлеген жоқ. Даже егер де бұл кісіді керемет. Қанша теңгеден? 200 теңгеден дейді, каждый басқа. Яғни сіз шамамен Гүлімге бір 450-500 мыңдай теңге қарызсыз дейді Гүлім. Білеміз ба? Қарыз емес мен. Аудамайсыз мәселені шешеміз ба? Мен ешқандай қарыз емеспін. Сот арқылы шешеміз. Мен Бізбен бірге келген